Айолма, сендер жайлы бір қызық ақпарат оқыдым. Иә, қандай? Нәзік жандылар бір аптаның 1 сағат 53 минутын шашты жуып, кептіріп, оны үтіктеуге жұмсайды екен. Сонда мысалы 65 жыл өмір сүрген әйел өмірінің 7 айын шашқа арнайды екен. Ардақ, таппайтының жоқ екен. Өзің есептедің бе? Өзім есептеп отқанмын. Ал әйел адам енді шашын тек жуып, кептіруге ғана уақытын жұмсамайды, ол түрлі шаш үлгілерін жасауға да уақытын жұмсайды. Оны есептесек, жаңағы 7 ай емес, ол 7 жыл болатын секілді. Әрине бұл әзіл, бірақ айтып отырған бекер емес. Дәл қазір Шырайлы майдарында әдемі шаш үлгісін көрсететін боламыз. Қайырлы таң көрермендер. Күннің ыстық мезгілінде шашты жайып жүру өте ыңғайсыз, сондықтан мен бүгін сіздерге шашты өрудің бір түрін көрсетемін. Шаштың алды жағын сәндеу үшін кішкене шашты тастап кетеміз алды жағынан. Одан кейін үлкендеу етіп шашты алып, бұны 3 бөлікке бөлеміз. Сосын шашты артқа қарай, астына қарай өруді бастаймыз. Екінші қатардан бастап астынан шаш қосып отырамыз. Шаш өрімі әдемі жинақы көріну үшін тура өрімнің тұсынан шашты алып қосамыз және жиірек арасын алыстатпай қосып отырамыз. Шаштың өрімі әдемі жуан көріну үшін алдындағы өрілген шаштарды аздап шығарыңқырап қоямыз. Мінекей біз шаштың бір жағын өріп болдық, енді екінші жағын дәл солай өріп шығамыз. Өріміз жуан әдемі болып көріну үшін шашты шарып отыруды ұмытпаймыз. Шаштың азап шығып тұрған жерлерін лакпен кішкене қатырып шығамыз. Сонда жинақы әдемі болып көрінеді. Енді шаштың алдыңғы қалдырып кеткен бөлігін сәндейміз. Ол үшін шаш тіктегіш затты қолданамыз. Шаштың түбінен көлем беру үшін түбінен бастап жоғары көтереміз. Осын төмен жағын бүйралап шығамыз. Енді кекілігін шаш қатырғыш лакпен кішкене қатырып, сәндеп, дұрыстап шығамыз. Құрметті көрермендер, біздің шаш үлгіміз дайын болды. Осындай әдемі шаш үлгісін жасап жүруден жалықпаңыздар.